Вау! Так, давайте бірге ашайық. Аты айтып тұрғандай, косметика заказ бергем. Соны көрейік, қолданып қалай тұрады екен. Ең бірінші бізде карандаш, 103 номер. 12-ден 5, 13-ден 5 заказ бердім. Бізде туш осындай. Негізі менде туш бар. Осында қызық болды маған. Пробаға алып көрдім. Келесі бізде румяна. Нәжерейский. Осындай цвет. Осындай түс. Жағып қазір қолданып көретін боламын. Тоналка. Осындай түсті тоналка. Менің нем, тоным. Осындай заказ берген болатынмын. Фиксатор. Бізде осындай кесочкалар салдым, просто жайын алдым. Түрлері бар, көп, качественный, қымбаты, ең арзаны, стандарт. Просто именно менде кейбір нелер жоқ болды да, осыны алдым. Или в подарок бере салам, көреміз. Келесі бізде осындай пудра. Пудраны өзіне таңдатқыздым, қайсысын екесі деп ала берем деп. Өйткені менде нормальный пудра бар, қолданып жүрген. Ол жақсы. Проба ретінде алып жатқанымды барлығын қалай болады екен деп. Ұнаса сіздерге айтам, келесі блоктарда. Бүгін бізде распаковка. Осындай тоже купон бар. Шанельдің. Тоже. Сондай. Ашылмаған екен. Міне, тоналка тұрады ішінде. Подводка. Неге екі пакетке салып жіберген. Шатасып кеткен ой. Және де осы бокста маған ұнаған осы екеуі. Осы екеуі үшін мен алдым деп та. Осымен бітті. Біреуі бізде тень. Ал біреуі бізде осындай түстеріне. Базовый цветтерді таңдадым. Осындай цветтер. Жай жағып атырмын. Ренжімеңіздер, кейбір кисточкалар жоқ. Визажистер көзі жайт жүр. Жай жасап жатқаным ғой. Мен қазір кабинет недемін, жұмыстамын. Клиенттер арасында ашып бастап кеткен ғой. Қыздар иіс күшті. Кайф. Легкий қылып жасаймын. Ондай қатты байқалмай жатса, кешірім сұраймын. Әңгіме айтайын сіздерге деп па. Қатты неде жатқан жоқпын. Тек чисто жаңа алған косметикамен жасап жатырмын. Өйткені жұмыстамын, жаңа айтып кеттім ғой. Қазір жұмыста болған соң, тек осы жаңа келген косметикамен қана жасап жатырмын. Егер дұрыс жасап жатпасам, кешірім сұраймын, мен оқыған визажист емеспін. Мен өзіме қаланғалы солай макияж жасаймын. Егер де өзіме лайфхактарым нелер болып жатса, бір күні арнайы влог түсіретін боламын. Сол мен. Ал қазір клиенттердің арасында уақытым бос болып тұр. Неге түсірмеске келді ғой деп түсіріп жатырмын. Менің примерно бір 20 минуттай уақытым бар. Сол уақытта тез сіздерге сөйлеп, бір жаңа макияж жасап тастасам, қалай қарайсыздар? Осы 2026 жыл өзіме прям жақсы жыл болды. Прям жақсы басталды. Байзан көргем нәрсе деп жүріп түсіне ағам. Қазір қарау керек жаңа. Байзан бар ма? Көреуректі бастағаннан кейін. Жота маған ұнап жатқан секілді. Мен басқа цветке бояп үйрен қалғаннан кейін ба.
кейбір заттарым болмай тұрған соң маған қиын болып тұр. Сосын жаңағыдай клиентім келетін болған сондай деп оянып тұрмын. Мынаның румянасын қолданбаймын бүгін. Қазір мен басқа ненікіні қолданамын. Тоже заказ берген бар сонда. Вот. Анада девортка. Келтіріп алуға болады. Біріншіге нормально, можно. Бір румяна жағайық. Ну как вам? Шамалы не болып жатыр ма, өзгеріс болып жатыр ма? Мен мынаумен істеймін деп мынаумен істеп қойыппын ғой. Шамалы не ғой бүйтіп қисайтпай, аны тіке бассейн келтіре алмай жатырмын десем. Ой, Лаура, молодецсің ғой, былай айлайды тұр. Біз аламын қазір. Давай белый алайықшы. Белый я хочу. Уа! Мен камерадан көрініп тұр ма? Бірақ маған кәдімгі күшті көрініп тұр. Бір қарап шықтым. Клиентім әлі жоқ. Мен бір жерден естігем. Короче, сычка сынап тұрған жоқ ше, қыздар маған. Енді бар мен базар істей берем, я? Болса да, болмаса да. Жоқ, нормально. Кесочкасыз жоқ екен деп, нетін деп тұрған жоқ сіздерге. Бүкіл видеоны отмена жасап, салмай, сала берем. Хорошо? Негізімен бүйтіп боямайым көзімді. Тушты көрейік. Бірақ қазір кірпік жабыстырмаймын. Потому что клей жоқ менде. Бірақ кірпіктер енді стандарт болып келеді ғой. Оларға ешқандай не жоқ. Өкпереніш жоқ. Просто нау тоналкаларда мен барлығын почти мен бір жеткі қолданып жатырмын да. Мен өзімнің ойымды айтып жатырмын сіздерге. Қыздарына туш маған жүргенде ұнап тұр. Мен өз кірпігім кішкентайда негізі. Бәрін жеке жағылып жатыр. Туштан көп не жоқ шығар. Ала берем тушты. Бір кірпік ұзынады. Потом мен астын бояған жақсы көремін. Почему-то екі не салып жүріпті. Подводка. Екеуді бірдей. Біреуін ашайық. Өзінің несі бар екен ғой. Ой алла. Өзінің сызығы бар екен ғой. Содан тартпай өмірімді қиындатып, басқа жағынан тартып отырмын. Сенің өмірін қиындатып жүретін досын. Қыздар, кірпігім борадыңыздаршы, көрінемін сіздерге. Айнадан қарап тұрмын, өзіме ұнап тұр кірпігім. Да, подводка что-то маған ұнамады. Бірақ анда қатты екен да, андай, бірақ көзге ауырмайды. Просто тез кеуіп қалатын сияқты что-то ұнам. Мектепке де қалай боянатын ем, солай бояп жатырмын көзімді. По идее, полностью бүгінгі макияж мектепте қалай боянатын ем, сондай тұғын. Қазіргі қыздар вообще бұлай боянбайтын шығар. Мектептегі қыздар деймін, мұны проф болып боянады ғой. Все. Күшті келеді екен мынау. Мен распаковка аяқталды. Маған косметикалар ұнады. Кейбіреулері былай жаңа айтып кеткендей. Бірге соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.